көргім келмейді деп қарашайсыз. Шикі балық деп ойлайтын жаңағыдай донер деген не, оның ішінде не деген сияқты. Енді пиццаны біледі ғой бәрі. Кофе кәсібі дан күткен екен мына жақта. Мен үйде идеалистпін. Ол бізде реалист. Егер сізге кәсіпкермен, кәсіптік өмірмен, отбасылық өмірдің біреуін таңдау керек болатын болса? Мен амал жоқ отбасын таңдаймын ғой. Амал жоқ? Амал жоқ қой енді. Негізгі мамандығыңыз қандай диплом бойынша? Менде 3 мамандығым бар. 3 дипломым бар. Осы 3 дипломыңыздың ішінде қай мамандықпен жұмыс жасар едіңіз? Қайсысы сізге жаныңызға жақын? Заңгерлік таңдар едім. Прокуратура жақта ма, даже финпол жақта ма, өзімді кезінде солай елестетіп, сол жақта жұмыс жасағым келген сияқты. Сіздің осы кәсіпкерлік жолыңызды, өзіңіздің отбасыңызда балаларыңыз, қыздарыңыз жалғастырамын десе, ең кішкентайы айтады: мен мама сияқты кәсіпкер болғым келеді. Ол уже қазірден бастап айтады. Негізінде бала ата-анасына қарай өседі дейді ғой. Олар бізден айнамыз ғой. Енді әйел адамға шыны керек, ол өте қиын. Кәсіппен отбасын бірге алып жүріп, я болмаса қалаға барып оқытып аламыз. Әйтпесе жаңағыдай арнайы прям мамандар бізде ауылда табу қиын. Бірақ тек айтатынымыз, біздің үйреткен мәзірлерімізді ешқайға жарияламауын талап етеміз. Осы жетістікке жету жолындағы сіздің алғашқы қадамыңыз ақталды ма? Өзіңізді бастайтын кезде қанша теңгемен бастадыңыз? Кәсібімді 600 мың теңгемен бастадым. Иә, өзімнің қалтамда тек қана 300 мың теңгем болды. Қазіргі табыс көзім енді барша қауым, барша әйелдерге тек әйел бақытын, ана бақытын тілеймін.